Софиевка жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары арқылы Қазақстан тарихына шолу жасамақпыз. Мәңгілік ел, мәңгілік тарих, сахналық қойылымы, көркемдік жетекшісі Денислам Мақпал. Қарсы алыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тәуелсіздік. Тәуелсіздік туралы не айтасыңдар? Рамазан айта ғой. Мен көгінде байрағы желбіреген тәуелсіз Қазақстан азаматымын. Осындай ұлы халық ұланы болу бақытына мен қалай ие болдым? Бізге егемен өмір оңай жолмен келе қойған жоқ. Тамырын тереңге жайған тарихымызға көз жіберсек, еліміздің ел болып қалыптасуына мыңдаған жылдардың кеткеніне көз жеткіземіз. Ата-бабамыз қасықтай қаны қалғанша жерімізді аман сақтап қалды емес пе? Иә, қазақ тарихында қазақ ұмытпай есте сақтайтын. Әр уақытта ерекше тағзыммен еске алатын кезең бар. Ол Алаш арыстарының кезеңі. Алашорда азаматтары аз уақыттың ішінде Алаш автономиясын құрып, саясатқа, қазақ әдебиетіне, қазақ ғылымына жан бітіріп, баға жетпес еңбектерін қалдырып кетті. Ұлт кеңесі мәселесі бойынша 7 адамдық комиссия құрды. Және сол комиссияның басшысы ретінде Міржақып Дулатұлын сайлады. Менің ойымша, ортамыздағы басқа да ұлт өкілдерімен ақылдасып, жасақ құрылғанша автономия жайлы ойды тоқтата тұру қажет. Мен съездің мүшесі ретінде автономияны дереу жариялауды ұсынамын. Кейінге қалдыруға болмайды. Автономияны түсінетін адам сайлау керек. Сабыр етіңдер жолдастар, бір шешімге келейік. Ұлт кеңесінің атынан төрағалыққа Әлихан Бөкейхановты, Әділхан Тұрлыбаевты, Бақтыгерей Құлмановты ұсынамыз. Тыныштық сақтайық жолдастарым. Жаңағы сайлау нәтижесі шығып, 79 адам дауыс беріп, ішіне 40 адам Бөкейхановты жақтады. Құрметті алаштықтар, бүгіннен бастап Алашорда үкіметінің құрылғанын мәлімдеймін. Патшалық Ресейдің отарлық саясатынан арылып, ұлттық мемлекет құрудың орайы келді. Бірігуге тек бас пайдамызды ғана емес, халық пайдасын алға қою үндеймін. Жасасын Алаш, жасасын қазақ елі. Ұлтқа қызмет ету, білімнен емес, мінезден. Мінезді болыңдар. Жер отан, сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілді. Жердің асты мен үсті, игіліктің бәрі қазаққа тиесілі болуы тиіс. Отанды сату, ұлтты сатумен бірдей. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етемін. Әлихан Бөкейхан, қазақтың мемлекеттік, саяси және қоғам қайраткері, ұлт азаттық және Алаш партиясының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы. 71 жасында кеңес қоғамының ең бір қасіретті халық жауы деген жалған жаласымен Мәскеу қаласында мерт болды. Ахмет Байтұрсынұлы, ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, қоғам қайраткері. Міржақып Дулатұлы, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, Алаш ардақтысы. Міржақып Дулатұлы ұзақ азапты күндерден кейін 1935 жылы артылған. Алда әлі күнді көретін ұрпақ керек. Сол ұрпақ сендерді үлкен ризашылықпен, үлкен құрметпен қарсы алатын болады. Күрес жолына түскендеріне өкімдендір. Кенесары Қасымұлы бар өмірін патша үкіметіне қарсы күреске, ел тәуелсіздігіне ұмтылу жолына сарп етті. Кенесары хан туралы көлемді еңбек жазған азамат туралы айтқанда, ең бірінші еске Ермұхан Бекмұхан түседі. Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған шақта, хан кене туралы ғылыми еңбек жазу өз өміріңді бәйгеге тігу болады. Айыпталушы Бекмахан 1915 жылы туылған, тарих ғылымдарының докторы. Қырғыз халқының 19 ғасырдағы басбұзары ел арасына іріткі салған, патша үкіметіне қарсы шыққан Кенесары Қасымұлы туралы еңбек жазған үшін айыпталады. Айыпталушы Бекмаханов өзінің тарих ғылымы саласындағы ғылыми қызметтер жағдайын пайдаланып,
сөйлеген сөздерінде ұлтшылдық идеологияны насихаттаған үшін кер тартпақ хандар мен сұлтандарды мадақтап Кенесары хан ешқандай да бас тұтар қылмыскер емес. Кенесары хан жеке басының қамынан ел мүддесін жоғары қойған, сатқындық пен әділетсіздікке жол бермеген тарихи тұлға. Абылай ханнан кейін бытырап тоз-тоз болған, қазақтың 300-нің басын қосып, ел үшін жанын шүберекке тиіп, сол үшін 10 жыл бойы азаттық үшін күрескен ұлы тұлға. Абылай ханның немересі, Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, қазақтың соңғы ханы. 300 ақ кезге көтеріп хан сайлаған ардақты ханымызды қарақшы деуге сендердің ешқандай хақыларың жоқ. Кенесары хан ретінде елін, жерін жаудан қорғап, сол үшін қаза тапқан. Мен Ермұхан Бекмахан, қазақтың келер ұрпағы, Кенесары бабаларымыздағындай азаттыққа қол жеткізетініне сенем. Бабаларымыз арман еткен тәуелсіздік жолындағы күрестердің бірде бірегейі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі. Қазақ жастары билік басшыларының шешімімен келіспегендіктен наразылық білдірді. Қазақстандағы билікті қазақ басқаруы керек деп, кеңестік билікке ашық қарсы шықты. Имя, фамилия Кайрат Рускулбеков, да? Кто ты по национальности? Мен қазақ. Почему не разговариваешь на русском? Мен өз елімде тұрып, өз жерімде тұрып, елім жерімді құрметтеуім керек. Молчай! Не жетпейді сендерге? Үкімет бар жағдай жасап қойған жоқ па сендерге? Не жетпейді? Не үшін шықтыңдар алаңға? Қазақ қыздарын арашалау үшін шықтым. Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Сағындым ғой, сардаламды сағындым. Қарашығым, құлыным деп зарлаған. Алыстағы сорланамды сағындым. Анашым, менің кінәлі емес екенін сіздер білесіздер ғой. Адам баласы түгілі шыбынға да қиянат жасаған адам емеспін. Енді біреудің жаласының кесірінен ату жазасына кесілдім. 1986 жылы 16 желтоқсанда алаңда болғанын жасырған емеспін. Ол жерге бәрін өз көзіме көру үшін ғана барған болатын. Қазақ қыздарын қалай өліп шығылып сауа жатқан естігенде, үйде тығылып жатуға жігіттік намысым жібермеді. Мен қолынан түк келмейтін, жігіт деген атаққа лайық еместердің қатарынан емеспін. Құдайға шүкір, бойымда нағыз жігітке тән намыс пен жігер бар. Бірақ Құдай куә, мен қылмыскер емеспін. Ондай айуандыққа мен бармаймын. Ешқашан. Анашым мен, түсініңізші, мынау тас зынданда жазықсыздан жазықсыз жатқым келмейді. 11 айдың ішінде әбден шаршап, жалығып кеттім. 20 жыл бойы менімен бірге сіздердің де қиналатындарыңызды ойлағым да келмейді. Қымбатты анашым, жеткен жерім осы болды. Астыңызда ақтай алмаған бақытсыздығыңызды кешіруіңізді сұраймын. Өтінемін, кешіріңіз. Менің өліміме тек сот пен тергеушілер кінәлі. Өздеріңізге деген махаббатпен, сағынышпен сүйдім. Қош бол жарық дүние. О дүниеде бақыт болатын болса, сол жақтан табады. Ұлыңыз Қайрат.
төбеден түспегенін, әлдекімнің сыйға тартпағанын, тарих көшіндегі ата-бабамыздың арман аңсарына толық жеткенін түсінетін ұрпақпыз. Осылайша көптен күттірген тәуелсіздікке қолымыз тек 20 ғасырдың соңында ғана жетті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып 1991 жылы Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев сайланып, еліміздің ақтаңдақ беттері ашылды. Егеменді азаматтардың құқықтарын айқындайтын конституция қабылданды. Әлем елдерінің тізімінде жаңа мемлекеттің аты жазылды. 1993 жылы 15 қарашада төл валютамыз, төл теңгеміз айналымға енгізілді. Өз әнұранымыз, туымыз және елтаңбамыз Қазақстанның ешкімге бағыныш емес екенін дәлелдеді. Тіл ұлт қасиетін айқындайтын белгі. Ұлттық салт-сана өзек емес пе? Осыны ескерген, көреген елбасымыз мемлекеттік тілді қазақ тілі деп бекітті. Тәуелсіздік алуымыздың арқасында қаншама жыл ескіге түскен ана тіліміз қайта жаңғырды. 1998 жылы Сарыарқан төрінде еліміздің бас қаласы болып әсем Астана бой көтерді. Астананың ажары бүгінде әлемнің басқа қалаларынан артық болмаса кем емес. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Тәуелсіздік таңдау еркіндігі. Рухы мықты егемен елде ашық аспан астында татулықпен өмір сүру. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы біздің және сіздің қолымызда. Тәуелсіз қазақ елі мәңгі жасасын.